Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соңғы жолдауында сот жүйесін одан әрі жаңғырту керек деп бірқатар бағыттар мен жобаларды атап көрсеткен еді. Соның аясында еліміздегі кейбір аймақтарда сот жанынан фронт-офистер ашылуда. Өткен аптаның жұмасында біздің аудандық сот ғимаратында да қазіргі стандартқа сай кедергісіз құқықтық көмек көрсететін фронт-офистің салтанатты түрде ашылуы болды. Сот ішіндегі 60 шаршы метр аумақты қамтитын шағын кеңсе заманауи техникалармен және жайлы жиһаздармен жабдықталған. Фронт-офистің негізгі мақсаты соттардың халық алдындағы айқындылығын көрсетіп, азаматтарға оңай әрі жедел жұмыс атқару. Мұнда халыққа арналған медиатор және адвокаттардың қызмет көрсететін бөлмелері де бар. Ал ауданымыздың сот төрағасы Мәди Көшікбаев фронт-офистің өзіндік ерекшеліктері мен тиімді тұстары да бар екенін айтады. Сотқа келген адам, сотқа арыз немесе бір талап арыз өткізгісі келген адам соттың әр терезесін, әр есігін іздеп жүрмей, жүгіріп әркімнен бірдеңе сұрап жүрмей, осы фронт-офиске келеді де, фронт-офистер барлық жұмыстарын бітіріп береді. Мысалы үшін бір жерден ақпарат орталығы болады, ол ақпарат орталығынан өзіне қажетті барлық ақпаратты ала алады. Бұл кеңседегі жалпыға ортақ қызмет ететін ақпарат орталығынан тұрғындар кез келген сауалдарына заң тұрғысынан кеңес алып, көмектеріне жүгіне алады. Фронт-офистің осындай қолжетімділігі мен жылдамдылығы халық үшін пайдалы қызмет болары сөзсіз. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Бағдәулет Талипов.